Сәлем достар, менің атым Безмұрат Айерке. Бізге керекті заттар керек: тұз, су, шар. Жақсы. Ендеше балалар, бүгін біз тәжірибемізді бастайық. Бізге шар керек. Қанекей шарды алайық. Оның шардың ішіне жануарды саламыз. Жануарды салып, шарымызға суымызды толтырамыз. Жануарды салдық, енді ішіне су құямыз. Жай. Жарайсыңдар. Шарымызды міне толтырып, суға толтырып алдық, балалар. Енді осы шарымызды ішіне су толтырып алдық, балалар. Енді осыны бір күнге тоңазытқышқа қатырып сақтайтын боламыз. Шаға біз толтырып алып, енді бізді қатырамыз. Ал ендеше балалар, міне біздің шарымыз бір күн тоңазытқышта тұрды. Қандай болып қапты біздің суымыз? Мұз болып қатып қапты. Соны біз қайшымен қырқатын боламыз, балалар. Байқаймыз. Қиямыз, қолымыз байқаймыз. Енді осыны қанекей аша қойшы. Қанекей. Соны аша қой. Апай, шумбайтын еді. Қазір саған көмектесем. Қане қараймыз енді. Аш енді. Аша қой шарды. Аша енді. Кетті. Ал қане. Аша қой. Ішінде біздің жануарымыз бар ма екен, балалар? Қараймын. Шара қойыңдар. Аспаймыз. Қанекей біздің жануарымыз? Міне, ерке. Ішінде жануарымыз бар екен. Қанекей. Қандай жануарымыз ішінде? Апай, мен аспам. Көрсете ғой жануарымды. Міне, ішінде ит бар екен. Ашылады? Сенің ішінде сиыр бар екен. Ал сенде қандай жануар бар? Міне, сенде де сиыр бар екен. Енді осы балалар, осы жануарымызды қанекей, міне бізде жануарларымыз мұздың ішінде қатып жатыр екен. Қанекей, осыған енді балалар тұз себейік. Қане, Шахназар, тұзды алайық. Мұздың үстіне себейік. Қане, себе ғой. Ерке. Жақсылап себейік. Себіңдер. Сеп. Толтырып сеп. Енді осыған суды құяйық, қанекей балалар. Су алайық. Беруші, суды құяйық, балалар. Қанекей, Расул. Шахназар, су себе ғой. Қане, Расул. Себе ғыма. Жайлап, ақандап. Жақсы, ерке, сенікі еріп жатыр екен, Қараш, мен мұзымыз еріп жатыр. Қане, міне көрдің ба? Қайтадан. Себе ғой. Мен дұз себем, суды құя ғой. Қане, көрдіңдер ма, балалар? Қане, еріп жатыр балалар, мұзымыз. Мен Расылдың жануары көрінуге сәл қалды. Қанекей, суды себе қойайық. Тұз сеп, Расыл. Тұз себе қой. Ал енді міне балалар, біз күзде су сепкенде не істеді жануарымыз? Мұзымыз еріп, жануарымыз шықты. Мен Расыл, қараш, жануарымыз шықты ма? Біз не істедік оған? Тұз септік, су септік. Тұз септік, және суды үстіне құйдық. Сол кезде не істеді? Еріп түсті. Мұзымыз еріп, жануарымыз көрінді. Ал біз еркенің жануарына тұзды сеппей беріп, ол не істеді? Еріген жоқ, ол шықпады. Сонда балалар не істеу керек? Мұзға тұз сепсе, мұзымыз ериді екен. Сөйтіп біздің жануарымыз мұздың арасынан шықты. Жарайсыңдар балалар. Рахмет. Қане, қарай қояйық.